Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім және подписчиктарым. Менімен бәрі оңай каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина. Бүгін мен сіздермен етке қамырды қалай дұрыс илеу, жаю, сақтау және кеспе кесудің қыр-сырларымен бөлісетін боламын. Керек заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Енді алдын ала електен өткізілген жоғарғы сорт ұнымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. 1,5 ас қасық сұйық майымызды құямыз. 2 шай қасық тұз салынған салқын суымызды біртіндеп аздап құя отырып, қатты қамыр илеп алуымыз керек болады. Қатты қамыр илеу үшін қолымыздың күші керек болады, әрине. Қолдың күшін сала отырып, қамырымызды жақсылап біріктіруіміз керек. Құрметті менің көрермендерім, қазақша каналдың дамуына кішкене болса да үлестеріңізді қосып, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де келесі менің видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қамырымызды біріктіріп алдық. Енді дастарханымыздың бетіне ұн сеуіп, қамырымызды иі қанғанша илеуіміз керек болады. 10-15 минут. Одан кейін беті жабылатын ыдысқа қамырымызды жарты сағатқа тындырып қоятын боламыз. Не болмаса салафанға салып қойсаңыздар да болады. Беті ашық болмау керек. Қамырымызды 30 минут тындырып алдық. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, дөңгелете отырып күлшемізді дайындап аламыз. Сосын тағы 15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Енді күлшемізді жұдырығымызбен баса отырып жаймалап аламыз. Оқтауымызбен дөңгелете отырып жайып бастаймыз. Сәл жұқарған соң ұн себе отырып оқтауымызбен жаямыз. Қамырымызды оқтауға тығыз орай отырып жайған дұрыс. Ортасынан шетіне қарай жаямыз. Сонда қамырымыз біркелкі әдемі болып жайылатын болады. Қамырымызды өте жұқа жаймаймыз. Енді мен осы қамырымды мұздатқышқа қатырып қойғым келіп тұр. Өйткені қай уақытта болсын алып шығып, жайма ретінде болсын, немесе манты, пельмен жасауға қолдана беруге болады. Әсіресе асыққан уақытта. Ол үшін мен пищевая пленка қолдандым. Негізі базарларда жұқа метражный салафандар сатылады. Сондай алып қойсаңыздар да болады. Немесе мен секілді пищевая пленканы қолдана берсеңіздер де болады. Негізі сіздер қамырды қатты илейсіздер ме, әлде жұмсақ илейсіздер ме, комментария бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Және өздеріңіздің бірінші қамыр илегендеріңіз туралы жаза кетіңіздер. Мысалы, мен өзім айтсам, ең бірінші қамырды өте қатты илеп, өзім жая алмай қатты қиналған болатынмын. Бірде мамам қатты ауырып қалды. Үйде менен басқа ешкім жоқ болған тамақ жасайтын. Әкем кеспе көжені жақсы көретін еді. Бір ішкенде сенесіздер ме, 5-6 тарелка ішетін. Сол күні маған қамыр илеп кеспе жаюға тура келді. Әрине мамам қасында болды. Қалай дайындау керек екенін айтып отырды. Осылай алғашқы қамырымды илеп кеспе кескен болатынмын. Қамырымызды өте жұқа емес қылдырып жайып алдық, әдемілеп. Енді столымыздың үстіне видеода көріп тұрғандарыңыздай 3 қатар қылдырып пищевой пленканы жайып шықтым. Оның үстіне қамырымызды қойып, тағы да 3 қатар қылдырып үстін пленкамен жауып шықтым. Енді қамырымыздың әр шетін ортаға қарай бүктейміз, ауасын шығара отырып. Одан кейін тағы да 2-ге бүктеп, ауасын шығара отырып, бүктеп, конвертик жасап алатын боламыз. Қамырымызды қатыратын кезде мұздатқышқа түзу жерге қойғанымыз дұрыс болады. Не болмаса 4 бұрышты контейнерларыңыз болса, соған салып қойсаңыздар тіпті жақсы.
Қолданар алдында жарты сағат бұрын қамырымызды мұздатқыштан шығарып қоятын болсаңыздар, қамырымыз өз қалпына келіп, жайма ретінде қолдансаңыз да, манты пельменге де қолдана берсеңіз болады. Бір сөзбен айтқанда, универсальный тесто деп айтуға да болады. Міне конвертіміз дайын болды. Ал енді екінші қамырымызды дәл алдыңғы қамырымызды жайғандай жайып аламыз. Қатты жұқа емес. Мен бұл жайымды кеспе қылып кесіп салғым келіп тұр етімізге. Өйткені балаларым жаймадан көрі кеспені көбірек ұнатады. Құрметті менің көрермендерім, менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Менің сіздерге кішкене де болса көмегім тиіп жатса қуаныштымын. Каналымды қолдап, подписаться етіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі қандай видео көргілеріңіз келеді, оны да жаза кетсеңіздер болады. Қамырымыз жыртылмай, сорпаға түскен кезде езіліп кетпейтіндей болып, және әдемі жайылу үшін қамырымызды дұрыс илегеніміз абзал. Мысал үшін, салқын суда тұзын кішкене ашытылау қылдырып, қатты қамыр илеп алсаңыздар, сосын кейін иін дұрыстап қандыру керек. Сонда ғана қамырымыз әдемі болып шығады. Қамырымызды өте жұқа емес қылдырып жайып алдық. Енді көбірек ұн сеуіп аламыз қамырымызға. Шетінен орай отырып рулет жасап аламын да, ортасынан кесіп екі бөлікке бөліп аламын да, арасын 5-6 мм қылып кесіп бастаймын. Кесіп алған кеспелерімізді қолымыздың көмегімен арасын ашып алуымыз қажет. Әйтпесе жабысып қалады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Дайын болған кеспелерімізді сорпаға салып пісіріп аламыз. Кеспе көжеге кеспені жіңішкелеп кескен дұрыс болады. Ал етімізге осындай жалпақтау кеспелер жақсы шығады. Сіздер де дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Бұл қамырдың ерекшелігі пельменге, мантыға, жайма болсын, кеспе болсын барлығына келе береді. Сондықтан осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Міне мен кеспемді жақсылап кесіп алдым. Енді сорпама салып пісіріп аламын. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға береке бірлік тілеймін.